Қазір мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді бұл ақталған емес, просто сіздер шындықты білсе екен деймін. Өткенде айтыпты, әр ұрысқан сайын маған кет деп айтады, анау мынау деген сияқты. Міне төбемде Құдай тұр ғой. Мен ешқашан кет деп айтпағам. Мен әйел басыммен мен өзім үйден заттарымды жинап кетіп қалу деген жоқ. Мен олай тәрбиелемеген. Кейбір әйелдер бар ғой, енді көпке топырақ шашқым келмейді, просто заттарын алып кетіп қала салады. Мен ондай емес, мен наоборот кетпеймін. Наоборот тұрып аламын мен. Ұрысқан кезде ол наоборот кетіп қалады. Мен әр ұрысқан кезде айтам, давай осы жерде шешіп тастаймыз. Одан кейін навсегда кетесің ба, или ашуымды басып кетесің ба, өзің білесің деп айтам. Бұл жолы ұрыс қаттыға кетіп қалды, сосын мен айттым. Кетсең кете бер дедім. Мен 2 бала шағаны алып өзім қалам дедім. Өзім асырай алам. Осыған не асырап келдім, и дальше асырай алам дедім. Просто сіздерге өтірік айтқанда менің ішім ашып кетті. Неге отбасындағы проблеманы жағдайды сыртқа шығарып жатсың деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мен осы жолы, осы айырылысқан кезде ойлағам. Болды, екеуміз 2 жаққа кетіп қаламыз, халық уже біраз уақыттардан кейін түсінеді екеуміз 2 жаққа кеткенімізді деп ойлағанмын. Бірақ енді мен туралы кішкене әңгімені бұрмалап айтып жатқаннан кейін, маған көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен айтып жатырмын. Маған айтады, не үшін ер адамға кет деп айтасың деп. Айтып тұрмын ғой, мен осыған дейін кет деп айтпағам. Енді осы жолы ұрысымыз қатты кетіп қалғаннан кейін, мен кеткім келсе кете бер деп айттым. Мен бала шағамды өзім асырай аламын. Давайте әркім өзінің өмірін сүрсін. Нормально болып тұрған кезде осылай бет жыртыспай кетейік дедім. Бірақ енді бет жыртыспай дегенде уже бет жыртысып, уже біраз жерге барып тастадық. Содан кейін мен біреумен видео түсірсем, ол біреумен сөйлесіп жүр деген сөз емес. Блогер болғаннан кейін әртүрлі коллаборация жасайсың. Басқа блогерлермен коллаборация жасайтын. На будущее может жасайтын шығармын. Сіздер өйтіп жаман ойламаңыздар. Жүретін адам, кездесетін адам Инстаграмға шығармай-ақ кездеседі. Мен онда әрекет істеп жатқан жоқпын. Мен 2 бала шағам тұрған кезде, менің дәл қазіргі мақсатым 2 бала шағамды асырап, жағдайларын жасап, өзімде жағдайым жасап, только сондай ой. Мені біреумен жүріп жатыр, или кездесіп кетіпті, там видео түсіріп жатыр деп артымнан әңгіме етудің қажеті жоқ. Кейбір адамдарға айтып жатыр, мен оқырмандарыма емес. Ал оқырмандарыма мені қолдап түсініп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді сіздермен осылай бөліспегенде, кіммен бөлісем, маған просто көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен осылай ақталып айтып жатырмын. Өзін ақтап алып жатыр деп. Мен ақтап алатын болсам, өзімді жертва қылып көрсеткім келсе, мен дәл қазір жылап, ойбай, бізде сондай жағдай болып жатыр деп ондай нәрсе істей аламын, бірақ мен ол нәрсені істемеймін. Өйткені мен уже жылап, эмоцияның бәрін сыртқа шығарып тастағам. Алдынан бері историяда жоқ болып кетіп, кеш шығып сөйтіп жүрдім ғой. Сол кездерде уже настрой жасап, миымды дайындап, уже барлық нәрсе кеш екенін түсініп, уже болды менде. Енді мамам туралы айта кетейін. Мамаңмен тұрып жатсың ғой, ұрыс керіс жасап, ұялмайсың ба мамаң көзінше деп. Или болмаса кейбір адамдар, даже достарымнан естіп жатырмын да, бірге тұрып жатқанымызды әңгіме қылып айтады екен. Менің мамам бізге үй албасын деп көмектесуге келген. То есть мен мама болмаса да басқа бір няня шақырып, оған ақша төлеп, сөйтетін едім да, мамам маған үй алғанша көмектесем. Ешқандай маған ақшалардың керек емес. Айналаңдар үй алыңдаршы деп тұрып келген адам негізі. Оны білмеймін енді кім қалай түсініп жатыр. Мамасын кіргізіп алды анамны, онда тұрған ештеңке жоқ. Біздің даже ұрсып атқан кезде де мама вообще араласпайды. Маған қой деп айтқаннан басқа, міне, Құдай тұр ғой төбемде. Екеуміздің әңгімемізге, жаңағы ұрыс керісімізге мүлдем араласпаған. Сен Хуршеттің арқасында адам болдың, Хуршеттің ақшасына бола тидің деп. Мен Хуршетке тұрмысқа шығатын кезде, Хуршет ондай бір бай дүние ондай болған жоқ. Біз не алсақ та бірге тауып, бірге ақша тауып, бірге дамып, бірге заттар алғанбыз. То есть біз бірге көтерілген адамдармыз деп айтқым келген сіздерге. Оны даже Хуршеттің өзінен сұрасаңыздар айтады. Мен міне смело айтып отырмын ғой, енді қалай бар, солай айтып отырмын. Ешқандай да өтірік. Каждый ұрыс сайын кетсе ал, кет ал, не істеп отырсың, кетсе деген сөз бар ғой, мына жерінде тұр. Татауы, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді, менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем,
көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда, ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып, бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да, күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басымды істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын.